ұмтылмаған сіздер тұр тілдің ұшында, керек емес болды ұшында, болды ұшында. Сәлем, мен Мұхтар. Бүгін біз Саидамен бірге өте қызық темада сөйлесейін деп жатырмыз, жоспарладамыз. Ол тема супер актуальны болып тұр. Бұл наркоманияға байланысты, есірткі деп айтамыз қазақтарда. Және маған қатты қызық болған тема бар осыған байланысты. Саида, қалай ойлайсың? Біз есірткімен қазір күресіп жатырмыз ғой? Ол дұрыс емес деп айтамыз, әртүрлі видеороликтар істейміз, заң қабылдаймыз, тағы басқа. Бұның барлығы қаншалықты жұмыс істейді қазір? Менің ойымша бұның барлығы қазіргі таңда айтылатын статистикадағыдай жұмыс жасамайды. Себебі бөлінетін қаражат, жасалынатын жұмыс жалпы қоғамның арасында өтеді, жаңа профилактика жұмыстары, түсіндіру жұмыстары деген сияқты. Ал менің ойымша керек оны жасау именно сондай диспансерлер бар ғой, олар емделетін. Сондай жерлерге көбірек қаражат бөлу арқылы, немесе сондай адамдардың кругтары болады ғой. Сондай кругтарды тек қана ұстап алып, оларды там штрафовать етіп, немесе тағы бір нәрсе жасаған орнына соларды емдеуге тырысса. Немесе видеороликтер түсірген күннің өзінде соны адамдардың андай болады ғой, өмірден алынған видеороликтер, яғни осындай жолға барып, қалай жеңіп шыққандығы жайлы мотивация беретіндей сәл. Актерлардың емес, шын өмірдегі? Иә, шын өмірдегі адамдардың. Олардың, мысалы, ол деген өте ұзақ және күрделі жол ғой, наркоманиядан, яғни бір нәрседе мындай зависимый болғаннан одан бас тарту қиын сияқты да. Иә, бұл көрдің бе? Бұл нәрселер адам есірткі жолына түсті, содан кейін ол адамға не істеу керек деген ғой. Оны қалай емдейміз, емдемесек қалай тоқтатамыз деген сияқты. Сен ұсынып жатқан емдейміз деген. Мен басқа да сұрақты көріп тұрмын да. Ол есірткіге түскен адамдардан бөлек түспегендер бар, и олар түсіп кетуі мүмкін. Вот алдын алу жұмыстары керек та. Возможно, біздің жаңағы роликтар, насихаттар әртүрлі сол алдын алу жұмысына байланысты шығар. Иә, олар негізі алдын алу жұмысына байланысты, бірақ біз егер уже болып қойған нәрсені емдеп одан бір қорытынды шығармасақ, онда біздің жаңа жасап жатқанымыздан пайда не деген сияқты әңгімеде. Бірақ меніңше ең бірінші бұл нашақорлықтың популяризациясын тоқтату керек бізге. Қалай? Себебі андай ғой, адамдар нашақорлыққа не үшін барады, типа мен зависимый болып қалайын деп бармайды ғой. Олар басында қызық көріп барады. Ол қызығушылық неден пайда болады, мысалы соның түбін табуымыз керек те. Бізде мысалы қазір жастардың арасында, жасөспірімдердің арасында өте көп нашақорлық деген нәрсе. Мен қазір байқап жүрмін, өзім де жастардың ортасында жұмыс жасап жүргеннен кейін. Олардың көбісінің ондайға баратын себебі мектептер қайда? Мектептерде жеткілікті түрде секциялар жоқ, мысалы биге арналған, спортқа арналған, шахматқа, балетке деген сияқты. Иә, бар шығар қалалық деңгейде, бар шығар керемет мектептерде, бірақ барлығында емес. Ауылды жерлер бар, аудандық жерлер бар, ол жерлерде жоқ. Және балалар не істейді? Олардың бос уақыттары көп, ата-аналар жұмыста. Сондай нәрсеге қызығушылық бар, бастайды, басында жасырын бастайды, кейін уже оған отырып қалады, одан шыға алмай қалады. Иә, оған қоса бізде секциялар бар болған күннің өзінде бізге қызық емес, бізге мынау қызық. Өйткені оған пайдаланған адамдар крутые ребята деген сияқты. Иә, бізде фишки ол типа темада болу деген сияқты бар ғой. Оларға рахат, олар күшті сезінеді деген сияқты насихаттар бар да. И ол нәрсені өмірден көріп жатыр. Вот мынау жігіт түнімен ұйықтамайды, оның қасында достары бар, оның ақшасы бар. Мына нәрсені бізге роликтен айтып отыр, телевизордан айтып отыр. Мен өмірде көрген жақсы әсер ете ма, әлде жаңағы үлкендердің айтқан әсер ете ма деген сұрақ қойды осы кезде. Иә, бұл жерде дұрыс айтасың, мен сен өте келісемін. Және тағы да бір ескеретін жағдай, жаңа айттым ғой, түбін табу керек деп. Бұл жерде меніңше онда балалардың өздерімен емес, ол балалардың ата-аналарымен жұмыс жасау керек. Себебі ата-аналардың ойында не? Тек қана баламды тамақ берсем, мектебіне жіберсем деген ойда, тек материалдық жағы. Бірақ балаға моральдық жағынан жаңағыдай оны дамытатын жерлерге жіберу, бір нәрсе деген сияқты керек те. Бірақ бұл жерде тағы да үлкен сұрақ болады, ол ата-ана оған жағдай жете ма деген сияқты. Мысалы, ондай біз айтатындай мектептікі қызықтырмайды, бар тегін нәрселер қызықтырмайды, бірақ баланы шынымен талантқа, белгілі бір жетістікке жететін жерлер оларға ол ақылы түрде да. Вот сондай моменттерде ата-аналарда үлкен сұрақ болады, мен ол балаға мысалы қаражатты қайдан тауып беремін деген сияқты. Бірақ біз ескеруіміз керек, ол жерде тек қана өзіңнің материалдық жағдайыңды емес, баланың моральдық, ішкі
жан дүниесіне де өте үлкен капитал құю керек. Себебі баланың кім болып өсіп шығатыны, қоғамда қандай орын алатыны, ол оның қазір қызығушылықтарымен айналысты ма, ол оған жеткілікті дәрежеде бір нәрсе бере алды ма, соған байланысты да. Егер баланы жалғыз қалдырсақ, тек қана басына үй таң кешкісін алдына ас қойып берсек, ол бала нашақор болып кетпейді деген нәрсе емес та. Меніңше екінші вариант дұрыс сұрақ дегенде сол маңыздырақ рөл, өйткені в основном бізде кедейлерде ғана емес қой мәселе. Ақшасы бар, бүкіл секцияға мүмкіндігі бар, жеке репетитор жолдауға мүмкіндігі бар, байлардың балаларында да ондай проблема бар сияқты. Сол үшін шынымен бізге адамдарға бұл нәрсе керек емес екенін түсіндіретіндей нәрсе керек. Мен осындай бір ойға келдім. Бізге қызық нәрселер бар ғой. Неге бұл нәрсе қызық? Неге бізге ғылым қызық емес? Неге кітап оқу қызық емес? Неге басқа нәрселер қызық емес? Меніңше бұл нәрседе маркетингтік жағынан өте жақсы көрсетеді. Типа болды, тұтынасың, болды саған кайф. Ал бізде андай сабақ оқу, бір нәрсемен спортпен айналысу деген нәрсе айтады. О, ертең 10 жылдан кейін сен чемпион боласың. Сен қиналуың керек деп айтады. Саған қиын болу керек, тер төгуің керек. Содан кейін әйтеуір бір уақытта шыдасаң, саған жақсы нәтиже болады деп айтады. И то жақсы нәтиже болған кезде сен жақсы ақша табасың ба, жақсы статусқа ие боласың ба, белгісіз. Просто сен жаңағыдай медаль аласың. Я болмаса ғалым деген бір статус аласың. Бұл нәрсе мен қызықтыра алмаймыз. Сол үшін бізге ғылымның қызық екенін көрсету керек, спорттың қызық екенін көрсету керек. Күн сайын турникке тарту, ол не то что полезно, а қызық. Күн сайын бір эксперименттер істеу, ол қызық болу керек. Өйткені реально бір жаңа нәрселер көресің. Реально сенің денеңнің выносливость деген нәрселердің өзгеріп жатқанын көресің. Өз бойыңдағы өзгерістер сезіне бастайсың. Қалған рухани жаңғыру, жан дүниенің өзгеруі деген өз алдына. Олар енді оны адам өсе келе бәрібір процесс барысында түсінеді өзі, меніңше. И сол ғой енді ең үлкен проблема бізге мынау оңай, мынау қиын болып көрініп жатыр да. Возможно, біздің осы кезде білім саласы, возможно, біздің тәрбиеміз, ата-ананың, возможно, садиктердің өзінде, балабақшадағы тәрбиенің өзі супер маңызды осы кезде. Бізге қазір ол нәрсенің популяризациясын сәл тоқтату керек. Бірақ соның өзінде есірткімен күресті тоқтатпау керек та. Басқа жолдарын айту керек. Мысалы, есірткі деген сөзді балалардың ойына сала бергеннен қарағанда, мүмкін бізге олардың бос уақыттарын қалай тиімді пайдаланамыз деген сұраққа жауап беру керек сияқты. Мысалы, жаңағындай тегін, бірақ соның өзінде балаларды қызықтыратын және пайдалы уақытын өткізетінші. Мысалы, жаңағындай танымал адамдарды тарту арқылы, немесе олардың обычно біз айтып жатқан скучно деп ойлаған ғылымды, білімді, немесе тағы да бір нәрселерді қызық бағыттан, қызық етіп көрсетіп, мысалы, маркетинг деген зат бәріне. Мен жаңалықтан көріп қалған сияқты болдым, спорт секциялары тегін болады деген. Мектеп оқушыларына ма екен, бәлкім бұл ұсыныс шығар жай. Бірақ егер солай болса, возможно, күшті болады. Өйткені қалай айтсам екен, жаңағыдай финансовый проблема болмайды. Екіншіден, ол кезде бұл қалыпты жағдайға айналады да. Типа, мен спортсмен болғаным үшін тренировкаға бармаймын. Просто любой адам тренировка істеу керек. Любой адам спортпен айналысу керек. Любой адам жаңағыдай жаңа нәрсені істеп көруге болады. Оны нормаға айналдыру керек. Точно так же, как жаңағы наркоманиямен профессионал түрде айналыспайды ғой. И любой адамға қызық болуы мүмкін. Сол сияқты нәрсені осыған да істеуге болатын сияқты. Бұл енді түсінік қалыптастыру ғой, идеология түсінік қалыптастыру деген сияқты. Кезіндегі СССР-дің кезінде плакаттар болады ғой, пионерлер, қызыл галстук болады, ол әжені жолдан өткізеді, ол всегда жаттығу істейді, ол сабағын оқиды деген сияқты. Ол өте позитивті жақсы бала. Ол супер жақсы бала. Сондай болу, ол дейтін әркімнің қолынан келмейді, сондай болсаң сен мықтысың деген. СССР-дің системасын орната алмаймыз, әрине. Бірақ бұл идеология ғой, ол кезде идеология болды, как минимум. И ол идеологияны жақсы қолдануға болады. Сол, типа. Ол идеологияның функцияларын алып келуге болады, мысалы. Қалай жүзеге асқаны туралы айтып жатырсың ғой. Возможно, образ қалыптастыру керек, чтобы сол образға ұмтылатындай. Қазіргі образ, типа, кім крутой, кім жаңағыдай
кім апайды тыңдамайды, кім сабақтан қашады, сол крутой сияқты. Кім в кавычках андай ғой, типа Кім қыздарға тиіседі. плохиш деген сияқты. Бір қыздарға андай бұзық тентек балалар ұнайды деген сияқты не бар ғой, стереотип бар ғой. Бәлкім, иә. Ну, және жұлдыздар, біздің инстаграмдағы жұлдыздар, басқа ютубтағы жұлдыздар, олар өзін жаман ұстайтын адамдар. Олар типа менде ақша көп, менің қасымда қыздар көп, мен темекі шегемін, жаңағылай деген сияқты рэпер бар, допустим, и менің өмірім күшті деген сияқты көрсетті. Соларға еліктеміз. Олардың өздері де және видеоны көріп жатқан кезде көріп отырған адамға да ол бір андай эйфория береді де, шынымен анау атмосфераны сезініп көргің келеді, мен де сол бір дымның ортасына кіріп кетсем деген сияқты болады. И соған еліктей бастаймыз. Соған еліктей бастайсың. Есірткінің ең жаманы ол сен бір рет көргеннен кейін тағы да бір рет көргің келеді, тағы да бір рет көргің келеді, сосын сен ойлайсың, мен әлі де есірткіден независиммін деп ойлайсың да, бірақ с каждым разом сен оған көбірек отырып қаласың, және сен өзіңе мойындамайсың оны. Мен есірткіні типа есірткі істеу өмір сүре аламын. Любой моментте қоя саламын, маған просто қазір нормально. Меніңше бұл любой нәрсемен жұмыс істейтін сияқты. Любой адам, мен инстаграмнан шығып кете саламын, шыққым келсе жай отырмын, телефонды қолданмай отыра саламын, я болмаса күн сайын кофе ішетіндер болса тоже кез келген тәуелділік жаман сияқты. Сен тәрбие дегенде мысалы тәрбие беру подходын айтып жатырсың ғой, тәрбие беру жолдары. Меніңше бұл көбірек біздің қазіргі менталитетке де байланысты. Себебі біздің менталитет, именно қазақи тілді, қазақи ортадағы менталитет, ол қалай үйретеді? Ол былай бол деп үйретпейді, ол былай болма, ол жаман, ол ұят болады, олай жасасаң сен там қоғамның мусорына айналасың, немесе көршінің баласы ол сондай, сен неге ондай емессің? Ол балаға қандай болу керек екенін жолдарын үйретпейді, ол одан просто талап етеді, сен сондай бол, неге олай емессің деген сияқты. Бір нәрсе бізге қол жетімсіз болса, соған қызығамыз. Және бізге супер қол жетімсіз зат тұрған кезде біз соның демо версиясын іздей алсаңыз. Бізге есірткі қол жетімсіз, бірақ темекі қол жетімді ғой. Ағаларым шегіп жатыр. Давай содан жайлап бастап көрейін. Насвай атып көрейін. Жайлап алкогольдің дәмін көрейін. Кез келген тәуелділік осындай кішкентай нәрселерден басталады ғой. Иә. Соларға үйрене бастағаннан кейін ол аз болып көріне бастайды. Содан кейін үлкейте бастайсың. Сосын запретті нәрселер саған қорқынышты емес болып көріне бастайды. Осындай тәуелділік болғаннан кейін ауыррақ нәрселерге өтіп кету оңай. Возможно, осы үшін бізге кішкентай кезде тәрбиеленген кезде балам темекі шекпе деп айтудың керек жоқ. Өйткені ол ойлап қалады, типа мен онсыз да шегейін деп жатқан жоқ едім ғой. Типа не үшін айтып жатсың? А значит, бұл қызық нәрсе болып тұр ғой. Иә, мен байқап көрейін. Иә, байқап көрейін. Типа просто мындай ғой, ол адам жаңағыда сен айтқан сияқты жеңіл түрін байқап көргеннен кейін ол ойлайды, мен темекі шегіп жүрмін, в принципе менің жағдайым нормально, мен ауырып жатқан жоқпын, бәрі шегіп жүр, жөтеліп жатқан жоқпын, достарым да шегеді, мен өзімді жақсы сезінемін. И то кайфово. И нормально, я маған кайф береді. Давай мен еще тағы бір нәрсе көріп көрейін, ол да нормально болып кетеді деген сияқты. И меніңше жаңағыда темекі шегіп, алкоголь ішіп бастағаннан кейін сенің сәйкесінше араласатын ортаң сондай кісілер бола бастайды. Мысалы сен жұмыс уақытында болсын, басқа уақытта болсын, перекурға шығып тұрасың, дұрыс па? Сенің жаныңа сәйкесінше темекі шегетін адамдар шығады. И сендердің жаңағындай ауыр ортаға түсіп кету жолдары ашылады да саған. Мысалы қай жерден алу керек екенін білетін адам түсіп қалуы мүмкін сол жерге. Мысалы білімді ортада ондай адам таппайсың ғой сен. Именно сондай орталарда іздейсің. Немесе кешке достарыңмен шығып жаңағындай алкоголь ішіп отырған кезде біреу алып келуі мүмкін деген сияқты ол нәрсе. Сен іздемесең де ол нәрсе саған келіп қалуы мүмкін да. Типа сені бір шаг жақындатады ол нәрсеге. Бұл рас. Сонымен біздің келетін түйініміз, бізде тәрбиелеген кезде, балаларды тәрбиелеген кезде, в основном оларға шектеу қоюдың керек жоқ, оларға басқа нәрселерді көрсету керек. Бұл жаман деп айтып болған назар тартқаннан гөрі жақсы нәрселерді көрсету керек, чтобы жақсы нәрседен басқа нәрселерді байқамайтындай. Это же мы умеем десем. бір нәрсені байқай алатындай. Яғни ғылым ұнамай ма саған, давай өнермен айналыс. Өнер ұнамай ма, давай спортпен айналыс деген сияқты. Басқа мәдениеттің өте көп түрлері бар. И сондай жақсы нәрселердің арасынан таңдасын. Соның арасынан азарт тауып алсын. Возможно, осы нәрседен мынадай түйін шығар. Бізге үнемі есірткіге жол жоқ деп айта береді ғой. На самом деле бәріміз білеміз оның бар екенін. Шынында нашақорлыққа жол бар, бірақ ол біздің жол емес. Осындай түйінге келу керек сияқты. Осындай насихат, осындай идеология кету керек сияқты. Біздің жолымыз сол басқа жол.
иә, бізге оны үнемі есімізге салып жоқ 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 дей бергеннен қарағанда акцентті наоборот керісінше одан да жақсы нәрселерге дұрыс бағыттарға беріп солардың жаңа танымалдығымен айналыссақ, ол бізге өте үлкен жемістер алып келетін сияқты. Дұрыс айтасың. Келісемін. Сонымен бізден болған Саида, бәріңе рахмет. Біздің видеоға лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Алдыңғы видеодағы әрбір ыстық лебіздеріңе ризамын. Және көбірек белсенділік танытсаңдар, біз жиірек видео шығарамыз. Сол, рахмет. Айтылмаған сөздер тұр тілдің ұшында, керек емес болды ұшында, болды ұшында, ей